Сәлем, қайырлы күн, біздің парақшаның оқырмандары. Әдеттегідей жастар алаңында алда келе жатқан отбасы күні мерекесіне орай ауданымыздың белсенді жас отбасы Еламан, Перизат, қош келдіңіздер. Жастар алаңы енді бұл еркін форматта, ешқандай қысылмай сұрақтарға жауап берейік. Алғашқы сұрақ: Еламан мен Перизаттың отбасы қалай құрылды? Қош көрдік жастар алаңының көрермендері. Еламан Перизаттың отбасы 2013 жылы волейбол ойында таныстық. Айтқанда мектеп кезінен бастап таныспыз. Сол кезден бастап қызбен жігіт болып жүрдік. Одан кейін қалаға оқуға бардық. Сол кезде де бірге болдық. Одан кейін 2018 жылы диплом алғаннан кейін отбасы болып құрдық. Жалпы осылай құрылды. Перизат тез қараттыңыз ба? Тез қараттым. Оңай ма екен? Оңай болған жоқ та. Жалпы былай бір көргеннен ғашық болу дегенге сенесіңдер ме? Армысыздар, құрметті көрермендер. Мен енді бірден ғашық болу, бірден адамды көргеннен сүйіп қалу деген ұғымға келіспеймін енді өзім. Бұл енді ол уақытта мүлдем жас болғаннан кейін енді балалық махаббат дейді. Ол бола ма, әрмен қарай болашағы бар ма, жоқ па ол нәрсенің. Бірақ адамда симпатия болуы мүмкін. Енді ол әсіресе көбісі ұл балдарда болуы мүмкін, енді қыз бала. Мен бірақ осы Еламан 2013 жылы осылай спортта таныстық қой, енді бірге көрдік, бірге жарыстарға бірге бардық. Сол уақытта жазып жүргенде ойлайтынмын, енді біз ауылда өзіміз дүниеге келгеннен кейін ол ауданның балдары, бізде Ырғыз ауданның баласы ғой, ол ертең маған жазып жүреді деймісің, қыздары көп шығар деген ой болады ғой енді. Сонымен сөйтіп кеткен жайттар ғой, бірақ содан кейін оның барлығы осындай бір үлкен нәтижеге, үлкен болашаққа қадам басатынын ешкім де білген жоқ. Бірақ бірден ғашық болып қалу деген нәрсеге келісе алмаймын. Сөйлесіп, танысып, білісіп, тіпті қазіргі уақытта ол адам қыры көп қой, ашылмайтын. Қыз бен жігіт болып жүргенде қандай, болашақ құрғанда тіпті басқаша болу керек. Қаншама қыры ашылып жатады ғой, сондықтан ол бір сәт бірден ол адам ұнатып жақсы көріп қалу деген. Ол енді мыңнан бір, жүзден бір кездесуі мүмкін. Отбасылық ортақ істеріңіз, екеуіңіз бірігіп жақсы көріп жасайтын істеріңіз, және керісінше Перизатқа ұнаған нәрсе Еламанға ұнауы мүмкін, Еламанға ұнаған Перизатқа ұнамайтын. Себебі ортақ енді біздің отбасымызда ол енді спорт. Мысалы екеуміз де мұғалімбіз, біріміз қазақ тілі мәдениет пәнінің мұғалімі болса, Еламан дене шынықтыру пәнінің мұғалімі. Енді оның өмір жолының басынан бастап енді соңына дейін спорт қой, бірақ менің сүйікті ісім менің спортпен айналысу. Ал енді менің өзімде бала күнгі арманым дейді ғой. Мүмкін ол Еламанға ұнамас, мысалы мен өнерді, би билеуді өте қатты жақсы көремін. Би билегенді ұнатамын. Ал Еламанның маған ұнамайтын да ондай бір басқа несі жоқ, әуестенетін ісі. Тек сол спорт оның, бірақ мен ол нәрсенің жақсы көремін. Өзім айналысқаннан кейін, өзім сол дүниеге құштар болғаннан кейін. Жалпы отбасында қандай ата-анасыздар? Қазіргі таңда енді өзекті мәселе ғой, мысалы балаға тәрбие беру деген сияқты көбіне қазір баланы сотқа тәрбиелеп жатыр. Осы тұрғыда қаншалықты көңіл бөлесіздер, отбасыға қанша уақыт арнайсыздар? Өз басым тұңғышым дүниеге келгеннен кейін, мектеп жүргеннен кейін бастап өзімді қасымнан тастамаймын, постоянно спорт мектебіне барайын, басқа жерге барайын, осы бастан бәрін көрсін, білсін деген сияқты. Ол сәдейден 2 жастан бастап мен қасымда бірге. Ер бала ма? Иә, ер бала. Сол өзім осы бастан көре берсем, әкенің жолын қандай болатын, ер адам жолы қандай болатын, неғұрлым спортқа қызықтыруға тырысамын ол баланы. Енді баланың барлығының қазір енді басым көпшілігі осы телефонмен әуестенеді ғой. Біздің балдарда жоқ, 100% олар телефон ұстамайды деп айта алмаймыз. Олардың да ұстап, еркелігі болатын кезде, жылап сұрайтын кезі болады. Үйде қонақтық болғанда әрине олар артық қимыл жасамасын, ешкімге кедергі келтірмесін деп телефонды беріп қойып, біздің өзімізді кейбір кезде сондай қылықтар жасап қоямыз балаларымызға. Бірақ енді барынша телефоннан көрейін, сабаққа қосылғаннан кейін бірі садикте, бірі кішкентай, енді 3 баламыз бар ғой. Енді үшеуіне де әкелік аналық тәрбиені беруге тырысамыз. Біз өзіміз жас болсақ та барынша баланың жолына үлгі болатындай, өмірінде үлгі болып қалатындай әке ананың рөлін қандай болатындығын тәлім-тәрбиені осы бастан үйретеміз. Бірақ та ол балалардың кейбір кезде еркелігін көтеріп, оларды да өбектеп айтқан істейтін кезіміз болады. Енді тәрбиеге келгенде енді мен өзім қаттым айқайлаймын. Айтатын еді бұрын мамаларымыз, мен сөзден бұрын бірінші қолым жүгіреді деп, кейбір кезде
бірден қолым жүгіріп кететін кез де болады менің мысалы үлкен ұлыма. Бірақ енді жаңағы ананың ұрғаны майдай жағады ғой балаға, ол ұмытып кетеді. Мен көбасы еламанға тек сен ұрма, сен айқайлама деп айтамын. Потому что әкенің айтқаны ауыр ғой балаға, ол мен қанша айқайлап ұрсам да мама деп шамалдаймын, ол маған жүгіріп келе береді. Мен жаңа ұрдым, сен ауырдың ба десем, иә ауырдым, бірақ ұмытып кетеді ол. Ал еламан бір нәрсе айтса, ол есінде қалуы мүмкін да. Мен еламанға үнемі айтамын, тек сен айқайлап, сен ұрмай ақ қой. Бірақ араша деген кейбір кезде қатты кетпеймін ғой, бірақ енді айқайлап үлгере алмай қалып жатқан сәттер болады. Сол кезде енді барынша айтады, енді көмек береді ғой еламанда, жаңа артық кетпей ақ қой, кішкентай ғой әлі түсінбейді. Бірақ соның өзі мен өзім түсініп тұрамын ғой, мектепте мұғалім болып жасағаннан кейін бала түсінбейді әлі кішкентай дегенді. Бірақ бәрібір білмеймін, әйтеуір үлгере алмай жатқандық па, жаңа бір нәрсенің бір шаруаның шешілмей жатқандығы, сондай кезде барлығын баладан талап етіп қаламыз ғой, әрекетіміз соған сәйкес жүріп кетеді, сол жерін елеу қиындау. Жалпы сұхбат барысында басында айта кетуді ұмытып кеттім. Сіздер бір саладағы, бір арнада жұмыс жасап келе жатқан отбасысыздар, яғни педагогсыздар. Енді осы өз жұмыстарыңыз өздеріңізге ұнайды деген ойдамын. Енді өз отбасыңыздағы өздеріңіздің балаларыңыздан бөлек қаншама балаға білім, тәрбие беріп жатсыздар. Егер де осы қаншама баланың ішінен бір ғана балаға сіздің тек қана бір ақыл кеңесіңіз өмір бойына азық болатын болса, қандай кеңес берер едіңіз? Еламан бөлек, Перизат бөлек қандай? Мен енді постоянно оқушылармен жарысқа бірге барамыз. Дайындық түсінде де, дайындықтың соңына да ең бірінші балаларға тәртіпті бол деп айтамын, үйдегілерді тыңда деп айтамын. Содан жаман заттарға постоянно жоламаңдар деп айтамын. Өзімнің оқушыларым да біледі. Ол нәрсемен жыным келетін. Тренерлікте жүрген кезде де, сырт алаңда жүргенде де кітап түкірген өзін сразу әкеліп тастаймын ол балаларға. Ол балаларға тек айтатыным, тек постоянно оқушыларыма өзім айтатыным, тек мамандықпен жар таңдаудан қателеспеңдер деймін. Сол мамандық таңдайтын сұраймын. Қазір үлкен оқушылармен жұмыс жасап жатқаннан кейін сұраймын сразу. Қандай мамандыққа барасың сендер? Осындай десем сразу айтамын. Ауылға келесің бе или қалада қаласың ба? Егер ауылға келетін жағдай болса, ауылда бар мамандықтарды оқы. Басқа мамандықтар керек емес саған сразу. Қалада қалатын болсаң, арман қуатын болсаң, сол мамандықтарға түсе бер. Сосын өздерінің ыңғайлы жақтарын айтамын. Кейбіреулер басқа келмейтін мамандықтарда оқып алады. Өзінің саласына да, өзінің мінез құлқына да келмейтін балалар болады. Мінез құлқына да келмейтін балалар болады. Бірақ сол мамандықты таңдаймыз деп тұрады. Сосын мен нақты нәрселер айтамын. Сонымен бала өзі біледі. Сразу айтамын, саған келмейді ол. Сен мінезің келмейді, басқаға келмейді деген сияқты. Солай түсінетін бала түсінеді әрмен қарай. Беру керек болатын болса, мен жалпы тек ата-ананы үлгі тұту деп айтар едім. Ештеңе қызықпау, басқа тек тәртіп қой. Тәртіп болған жерде бәрі де болады. Қанша жерден білімді бола берсін бала, ол баланың тәртібі болмаса, ешқандай жерден ол жарқырап көрінбейді. Сондықтан тек әке-ананың берген тәртібін алып жүру өмір бойына. Перизат өзінің алғашқы сұрақта қыз бен жігіт болып жүрген кездегі кезеңмен отбасы құрған кезеңде, мысалы отбасы құрғаннан кейін қаншама қысырларың ашылады дедің. Енді ол отбасы құрғаныңызда неше жыл? 7 жыл. 7 жылдың ішінде мысалға қаншама қуанышта, қайғыда, жақсылықта, жамандықта болып үлгерді ғой енді. Осы бір-бірлеріңізді енді біраз танып үлгердіңіздер деп ойлаймын. Бір-бірлеріңізді қандай құндылықтарыңызбен бағалайсыздар? Мен мысалы еламанда осы уақытқа дейін еламан сабырлы. Қанша жерден қандай нәрсе алдынан жолықса да, мысалы кездессе де адам өмірінде барлығы бірдей түзу жол болмайды ғой, оның кедергісі болады, жаңағыдай бұрылысы болады дегенде, сол жолда ол қандай қиындыққа кездессе де дес бермейді, сабырлы, салмақты, барлығын қалай келеді солай қабылдайды. Бірақ ол нәрсесі шешілусіз қалмайды, барлығы оңынан шешіледі. Сол еламанның сондай жағынан өте қатты ризамын, сабырлы мінезіне. Перизаттың постоянно ұнайтын мінезі, бәріне де қол ашып, бәріне көмектесуге тырысады. Мен кейбірде ашуланып отырмын, сен неге барасың маған, сен неге барасың? Бәрі үйіне бірдей көмекке баруға тырысады, әркім көмектесуге тырысады. Танымаса да қалада жүрген көмектесуге тырысады адамдарға. Сосын мейірімді. Енді
үйге келген кезде ең бірінші үйде ата енесі болған жоқ. Соған қарамай үйде жауапкершілікпен үлкен өмірге сразу қадам басқаннан кейін ешқандай төзімді болып, үлкен шаңырақпыз ғой негізі. Сол үлкен шаңырақты әрмен қарай құлатпай, менімен бірге, осы уақытқа дейін бірге болды. Қандай жағдай болмасын. Сол жағын өтті маған. Бірыңғай енді сұрақ қоя бермей, сұрақты енді ойын ретінде ұйымдастырған едік сіздерге шағын. Енді бұны әлеуметтік желіде көрген шығарсыздар. Мен сұрақ қоямын, соған тез-тез. Үйде кім, қандай? Түсінікті ғой, кім ашуланшақ? Кім романтик? Кім көп сөйлейді? Кім көбірек ұйықтайды? Кім үнемшіл? Шыққанда кім бірінші тоқталасады? Кімнің әзілдері өтімді үйде? Кім тәттіні көп жақсы көреді? Кімнің киім таңдауы жақсы? Істеймін. Кім өзін айтсын? Кім тойға дайындалғанда ұзақ уақыт тұрып алады? Кімнің есте сақтау қабілеті мықты? Ана жылы андай болып еді ғой деген сияқты. Кім ақшаны көбірек жұмсайды? Кім романтикалық сыйлықтарды көбірек жасайды? Кім суретке түскен? Кім көп суретке түседі? Рахмет. Бар сұрақ осы. Соңғы сұрақ бір-біріңе жиі қолданатын жылы сөз және де өздеріңіз қатарлы замандас отбасыларға отбасы күні келе жатыр алда осыған орай жылы не білсеңіз? Жалпы енді өзімнің жартымды өмірлік жолымды кездестірген сыңарымды жолдасымды осы келе жатқан алдағы отбасы күнімен шын жүректен құттықтаймын. Отбасымыз аман болсын, тірегі мықты болсын. Ол отбасындағы тіреуші, қорғаншы, қамқоршысы сенсің, сен аман бол. Жан-жағымыз бүтін болсын, кішкентай балапандарымыздың қызығын көріп, тек жақсы күндерде, қуанышты сәттерде бірге жүруді Алла бізге нәсіп етсін. Тек қуанышқа, бақытқа толы күндеріміз көп болсын деп тілеймін. Ал осы жастар ресурстық орталығының жастар алаңындағы көрермендеріне, секілді жас отбасыларға тілерім, осы отбасы күні мерекесіне орай сіздердің тек отбасыларыңызға амандық, деніңдеріңіздің саулық, бақыт, байлық, қуаныш тілеймін. Тек қуанышты, бақытқа толы күндеріңіз көп болсын. Барлық отбасының кішкентай бүлдіршіндері аман болып, көз қуаныштарыңыз болып, орталарыңызда аман есен өсіп жүре берсін. Тек барлық қуанышты, шаттықты, бақытты тілеймін сіздерге. Рахмет көп. Еламанда қандай біреу жылы сөзбен, мысалы көбіне жан деп жазады ғой отбасыларда. Қалай айтасыздар? Ерекше бір неде бар, бір-біріңіз айтады. Мысалы көш папасы, балаларының әкесі деп сөйтіп айтамын үйде. Отбасы күні барлықтарыңызды шын жүректен құттықтаймыз. Отбасыларыңызға амандық болсын. Үйдегі үлкендер аман болсын, кішкентер аман болсын, тек жұмыстарыңызға тек жетістіктер, табыстарыңызға артылып, тек берекелі болсын. Сол отбасы күні құтты болсын барлықтарыңызға. Өз отбасымызға тек амандық тілеймін, үйдегі кішкентер аман болсын, жан-жағымыз бүтін болсын деймін, тек келіншегім ауырмасын деймін. Енді мен де бір-екі ауыз жеткізіп жіберейін. Құттықтаймыз сіздерді отбасының күнінде, бар жақсына тілейміз, бақыттылар елінде. Бірге болып отбасының жаздай жайнап жандарың, береке байлық тілейміз, атсын сәтті таңдарың деп бүгінгі сіздермен сұхбатымызды аяқтаймыз. Енді сіздердің отбасыларыңызға біздің жастар орталығы атынан шағын естелік сыйлығымды табыс етейін. Осы сыйлықты көргенде біздің орталықты еске алып жүрейік деген ойдамын. Рахмет көп алтын уақыттарыңды бөліп келгендеріңізге. Жалпы енді отбасыларыңыз аман болсын, бүлдіршіндерің аман болсын. Жалпы біздің оқырмандарға сіздерге де отбасы күні құтты болсын, отбасыларыңыз аман болсын. Келесі күн жақсыда кездескенше.